кереметтің түріндей ау. Өтіп дәурен бара жатыр, сіз бен бізге білінбей ау. Келе ғой қалқам. Бұл жүн, жүнді қойдан аламыз, қызым. Қазақтың салт дәстүрінде ертеден келе жатқан міне мынандай дүниелер бар, жүннен жасалады. Мінекей қызым, қара, көрдің бе? Бұны шиға салып, түтіп, әдемілеп. Осындай ою өрнектеген әртүрлі түспен киізді өрнектеген көрдің бе, қызым? Иә. Саған ұнап жатыр ма? Иә. Бұл оюлардың бәрінің өзіне тән аттары болады екен. Мынау қазақтың қошқар мүйізі. Тек қана киіз басу емес, жүннен киіз ғана емес, түрлі басқа да дүниелер шығаруға болады. Мен өз анамнан үйрендім, енді қызыма да үйреттім. Ал қызым енді немереме үйрет. Жарайды. Келе ғой қызым. Ана көрген тон пішер демекші, мен қазір өзімнің білгенімді саған үйретемін, иә? Қазіргі дамыған заманда тек қана киіз ғана басып қоймай, мына бұйымдардан алқа және қолға тағатын білезіктер және мынандай сөмке жасауға болады екен, Қазір осыны біз екеуміз бірге жасаймыз, қызым? Иә. Ол үшін бізге мынандай ине керек және жіп керек. Содан кейін мына жерде түрлі түсті моншақтарымыз бар. Мінекей, мынау киізден жасалған моншақтарымыз. Мінекей, қазір мен саған бір инені беремін. Инені ауызға салмаймыз, абайлап ұстаймыз, Ал енді моншақтарды тізіп бастайық. Бір моншақты тізіп, содан кейін мына жүннен жасалған моншақты өткіземіз. Инені абайлап, қолыңа кіргізіп алмай, байқап ұстай. Жарайсың, солай. Қазір өзімізге қолымызға тағатын білезікті жасайтын боламыз. Қызым, айтшы, саған ұнап жатыр ма? Иә. Қанекей қызым, білезіңді жасап болдың ба? Иә. Кәне мен көрейін, Ой, қандай әдемі, қандай әсем болған екен, Кәнекей қызым, қолыңа тағып берейін. Өз қолымен жасаған білезіңді қолыңа тағып берейін, Ертең бұны әжеңмен бірге тойға бара жатқан кезде тағып кетесің. Ал енді мен өзімнің жасаған алқамды мойныңа тағып берейін. Ой, қандай әдемі, қандай әсем болды. Өзіңе жарасып кетті. Қызым, өз қолымен жасаған білезігің ұнады ма? Иә. Иә, енді уақытыңды босқа өткізбей, осындай білезіктер, алқалар жасауға болады екен, Достарыңмен бірге жасауға болады екен. Достарыңа сыйлық ретінде де беруге болады екен. Рахмет, анашым. Жарайды, қызым. Мен өзімнің білгенімді саған үйретіп жатырмын. Сәл есейгесін, бұдан да күрделі бұйымдарын үйрететін боламын саған.